Сәлем жас шеберлер. Бүгін біз тоқыма материалдарын өңдеуге арналған құрал жабдықтар мен құрылғылардың сиқырлы әлеміне саяхат жасаймыз. Алдымен қолмен өңдеуге арналған құралдармен танысайық. Ине матаны біріктіреді. Қайшы матаны дәл және таза қияды. Оймақ саусақты қорғайды. Ал сантиметрлік лента өлшеудің сенімді көмекшісі. Өлшеумен белгілеу дәлдіктің негізі. Бор арқылы матаның бетіне белгі қоямыз. Сызғышпен лекалы бұйымның пішінін дұрыс сақтауға көмектеседі. Ал енді механикалық құрылғыларға назар аударайық. Тігін машинасы ең басты көмекші. Ол уақытты үнемдейді және тігісті мықты етеді. Оверлок матаның шетін өңдеп, шашырап кетуден сақтайды. Бұл құрал бұйымның ұзақ қызмет етуіне көмектеседі. Тоқыма материалдарын өңдеу бірнеше кезеңнен тұрады. Өлшеу, кесу, тігу және соңғы өңдеу. Құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Әр қазан мұқият болыңдар. Дұрыс құрал сапалы жұмыс кепілі. Еңбек етуден қорықпаңдар, болашақ шеберлер.